Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай ерекше, әдемі, өте дәмді болып шығатын, оңай әрі тез дайындалатын зебра құймақтарының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны алып, оған қантты қосамыз. Содан соң тұзды салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Жұмыртқалы масса шайқалып болғаннан кейін оған сүтті қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Сүт пенен ұнды екі бөлікке бөліп, кезектестіріп қосамыз. Ең алдымен сүтті қосып, содан соң електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі масса пайда болуы керек. Оның барлығы толықтай араласқаннан кейін келесі қалған сүтімізді қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң қалған ұнды қосып, тағы да барлығын араластырамыз. Барлық ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін оған қайнаған суымызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық майды үлкен ас қасықпенен өлшеп қосамыз. Барлығы біріккенше араластырамыз. Қамырдың консистенциясы осындай видеода көрсетілгендей болуы қажет. Екінші таза құрғақ ыдысты алып, оған жаңағы сұйық қамырдан 3 ожау құйып аламыз. Оның үстіне какаоны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды менде осындай арнайы ыдыс бар, соның ішіне қазір құйып аламыз. Егер сіздерде бұндай ыдыс болмаса, онда кондитерлік қапшыққа, салафанға немесе қарапайым бутылканың ішіне құйып қамырды пісірсеңіздер болады. Қызып тұрған табаға жаңағы шоколадты қамырдан осындай узор өрнек саламыз. Қамыр пісіп, ортасында тесіктер пайда бола бастаған кезде, оның үстіне ақ қамырды құйып, тағы да газға қоямыз. Бірнеше минут күтеміз, оның бетінде осындай тесіктер пайда болады. 1 минуттай жетеді, содан соң оның аударамыз. Астынан өте оңай алынады, табаға жабыспайды. Осылай аударып, шамамен 30 секунд 1 минуттай пісіріп аламыз. Рецептке қажетті ингредиенттердің мөлшері мен құрамының барлығын видеоның соңында описание бөліміне жазамын, сол жерден оқып көрсеңіздер болады. Бұл рецепттің ерекшелігі құрамына ешқандай да сода және қопсытқыш қосылмайды, есесіне қамыры осындай тесік-тесік болып, әдемі болып шығады. Негізінде қамыр өте тез 1 минутқа жетпей дайын болады. Бұл құймақтар өте әдемі, ерекше болып көрінеді, қонақтардың көзіне бірден түседі, өте дәмді болып шығады. Дәл осы техниканы барлық құймақты пісіріп алғанша қайталап шығамыз. Шоколадты жолақтардың арқасында құймақ өте ерекше, әдемі болып көрінеді. Сіздерге де дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес етемін. Сіздердің көңілдеріңізден шығып, ұнайтынына сенімдімін. Құймақтардың ортасының барлығы осындай тесік-тесік болып, жолақтары бір келкі жағылып, өте әдемі, көзге тартымды, тәбетті ашарлық болып шықты. Бастысы, видеода көрсетілген ингредиенттердің мөлшерін өзгертпеңіздер, сол кезде сіздерде мінсіз әдемі құймақтар шығады. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видео сіздерге ұнап, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.